Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін алманың қағынан жасалынатын компот жасаймыз. Міне бізге осындай алманың қағы керек. Қақты аламыз, жақсылап жуамыз. Сосын сырлы ыдысқа алманы саламыз. Үстінен суымызды құямыз. Шамамен 2 литрдай су құямыз. Алманың қағын көз мөлшерімен 1 уыс немесе 2 уыс. Тәтті қою болғанын қаласаңыздар, көбірек саласыздар. Мінекей енді отқа қоямыз. Міне қараңыздар, жайлап қайнап бастады. Үстінен 4 ас қасық, тәтті болғанын қаласаңыздар, 5 немесе 6 ас қасық қант қосамыз. Астындағы отын басып, орташа отта шамамен 20 минут қайнатамыз. Міне қайнап жатыр. Міне алманы осылай үстінен қасықпен басып қоямын. Тасып төгілмейтіндей етіп. Егер ыдыстарыңыз үлкен болса, тіпті жақсы. Компотымыз дайын. Сүзгіге марлыны салып, компотты сүзіп аламыз. Марыл салсаңыздар жақсы, алманың артық қабығы, дәндері кетіп қалмайтындай етіп. Компоттың түсін қараңыздаршы, қандай әдемі. Дүкеннен сатып алған соктардан, міне, оның қасында бұл табиғи, таза, өте пайдалы сусын. Келесі шығатын видеоларды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Сіздермен болған Эльмира. Келесі видеоларда кездескенше астарыңыз дәмді болсын.